Қайырлы күн, мен аты жөнім Ербосын Алай Жандосұлы. Мен 30 мектеп жалпы білім беретін 8-ші А сынып оқушысымын. Мен бүгін сіздерге ұсынып жатқан жоба қызғалдақ коллекциясы. Дронмен жасалатын мақсаты қызғалдақ гүлдерін адамдардың заңсыз жылуын қорғауға, табиғатты сақтауға және оны қоғамдық экологиялық жауапкершілікті дамытуға бағытталған. Қызғалдақ Қазақстанның табиғи байлығы, бірақ оның кейбір түрлері жойылу қаупінде. Жоба осы мәселені шешуге нақты қадамдар ұсынады. Қызғалдақ көпжылдық бершікті өсімдік. Ол көктемде гүлдейді және әлемдегі ең әдемі гүлдердің бірі болып саналады. Гүлдерінің пішіні бокал тәрізді, түстері қызыл, сары, ақ, қызылғы болуы мүмкін. Табиғи жағдайда қызғалдақ дала мен шөлейт аймақтарда өседі. Топыраққа терең тамыр жаяды. Оның отаны орталық Азия. Сондықтан Қазақстан аумағы осы гүлдің тарихи мекені болып табылады. Көптеген елдерде қызғалдақ бау-бақша өсімдігі ретінде өсірілсе де, табиғи түрлерде тек белгілі бір аймақтарда кездеседі. Маңғыстау облысы қызғалдақты ерекше сирек түрлері кездесетін аймақ. Мұнда грек қызғалдағы өседі. Бұл қызыл кітапқа енген сирек түр. Шөлейт климат жағдайында бұл гүл ерекше нәзік әрі бағалы. Маңғыстаудың табиғи қатал, құрғақ жел, аз. Жобаның негізгі міндеттеріне келетін болсақ, біріншісі сирек түрлерді сақтау, екіншісі түсіндіру жұмыстары, үшіншісі гүл жылу әрекеттерін азайту, төртіншісі экологиялық жауапкершілік, бесіншісі заманауи технология. Дрон бұл тек қана әлем белгісі үшін емес, бұл өз жобамда қауіпсіздікті сақтау үшін арнаймын. Бұл жобада дронды видео арқылы ұсынады. Қызғалдақты жұлуға болмайды. Дрон қызғалдаққа қауіп төнген сәтте сигнал жібереді. Дрон заң бұзушылар анықтаған кезде оның айыппұлын және де сіз қорғалатын өсімдікке зиян келтірдіңіз деген SMS келіп, және де оған тұрақты жерін, локациясын көрсетеді. Осы қызғалдақ полициясы жобамда пайдаланған дроныма атау беріп, қызғалдақ бейнесін 3D принтерді пайдаланып шығардым және дронға орналастырдым. Қазіргі таңда дрон пульт арқылы басқарылады. Келешекте дрон автономды болып ауысады. Қорытындылай келсек, біздің міндетіміз қызғалдақ коллекциясы жобасы бұл тек мүдде жобасы емес, бұл біздің табиғатқа деген жауапкершілігіміздің белгісі. Әрбір сақталған гүл болашақ ұрпаққа арналған. Біз бүгін әрекет етсек, ертеңгі күні даламыз қызғалдақпен толы болады. Есіңізде болсын, бір гүлді жұлу бірнеше жылдық табиғи процесті жоюмен тең. Қызғалдақты қорғау өз қолымызда. Назарларыңызға рахмет.